Бүгін эфирде заман бүгін Қырмышғалының 1036 күні девам етмекте. Студияда сілерімен Шавкет Аматулаев селямлайым. Хизбут тахрир іші бойынша қабатланған Ремзи Меметовны рухи хастаханеге yollағанлар. То есть это говорит о том, что это заказ. Недим Халиловқа қаршы Русия жинайы әрекетлер қоллана. Бұл жидді халқара құқық бұзылуыдыр. Тейфух Гафаров истифаға кеткен ақында білдірді. Ишғалжылер Хизбут тахрир іші бойынша яқаланған Ремзи Меметовны рухи хастаханеге мечбури психиатрик экспертиза кечірмек үшін yollаған. Бұл ақта оғлы Делявер Меметов білдірді. Ақыл хастаханесінде оны тахменен бір ай девамында тұтажақлар. Ремзи Меметовны бұл сене майыс айында яқалаған еділер. Оны Хизбут тахрирге алақасы бардыр деп терроризм дешеклейлер. Евелсі бұл іш бойынша яқаланған дегер қарымтатар мабуслеріні де экспертиза кечірмек үшін ақыл хастаханесіне yollаған еділер. Анда есе ішке яқын олмаған суаллер бере екенлер. Какое отношение к муфтию, какое отношение вообще к исламу, к ИГИЛу и всему остальному. То есть такие вопросы, которые в основе врачи не должны задавать. То есть это говорит о том, что это заказ, это говорит о том, что они это делают не по своей воле, потому что им дали такую команду. Но это мое мнение. Минимальное количество дней — 21 день. Это, во-первых, давление психологическое, моральное на них, на нас, на родственников, на весь народ, да, для того, чтобы показать, что их машина работает. Диверсияда шекленген Ридван Сулеймановны Ишғалжылер махкемесі 2017 сенесі январының 30-на қадар апсте қалдырды. Бұл ақта оның адвокаты Эмиль Курбединов білдірді. Ридван Сулеймановны ФСБ хадимлері август айында яқалаған еді. Ол вақыт Русия Украинаны Қырымда диверсия азырлағанда қабатлап, Ярмадада үш Украин ватандашыны яқалады. Олар арасында Сулейманов та бар еді. Басқын нәтижесінде Сулейманов өз қабатыны таныды. Онен берабер Евгений Панов и Андрей Захте яқаланған еді. Олар да басқа алтында қабатларыны таныдылар. Сулеймановны Русияге 4 миллион рубле зарар кетіргенінде қабатлайлар. Недим Халиловқа қаршы Русия жидді әрекетлер қолана. Бұны Меджлис өз бейнатында білдірді. Недим Халилов не Украин, не де Рус паспортыны алмайып СССР паспортынен яшайды. Ишғалжылерге бұл Недим Халиловны Өзбекстанға сұрғын етмеге себеп oldu. Меджлис рейсі Рифат Чубаровның сөздеріне көре бұл халқара ұқыққа зыт келе. Бір айдан зияде Недим Халиловны Краснодар велиетінде ерлешкен четел гражданлары үшін олған лагерде тұталар. Бұнен разы олмайып Халилов ачлық илан етті. О 20 килоға азған. Бұл жидді халқара ұқық бозылуыдыр. Недим Халилов халқара ұқығына esaslanып, Русия гражданлығыны қабыл етмеге рет етті. Чүнки бұл девлет Недим Халиловның сөздеріне көре, емкерчіктен де ойле, ватандашы оғынды ешбір месулетлік чекмей, аксине инсан ақлары, қырымтатар халқының ақлары аяқ түбіне алына. Ишғалжылер 17 Украин мабусына Киевке yolламаға ваде берген. Бұны Украин омбудсменнің кәтибеті білдіре. Украина юқары шурасының инсан ақларындан векелетлісі Валерия Лутковская Ахмежетеки СИЗОда Меджлистің рейс муавин Ақтемчей Гозбе февраль 26 давасының шақыслары Али Асанов ве Мустафа Дегерменджи ile көрішкен еді. Бұл шақысларға низбеттен Украина заманында қабатлап қарарына шығарған еді. Ләкин олар 2014 сенесінде не февраль, не де март айларында тахлие черчевесінде esas топыраққа шығарылмаған еді. Бұл инсанларның бұйық қысымы олар бойынша еш девам ете, ве біз оларның Крым территориясындан esas топыраққа алынacağını umut етеміз, ве оларның меселесі мұнда чезілежек. Яғни оларны ya da azat etmege, ya da apiste tutuğu şarayetlerini eleştirmeye gerek olacak. Тейфух Гафаров истифаға кеткен ақында білдірді. Бұл ақта өз Facebook сайфесінде язды. 2014 сенесі август айындан берлі о Ахмеджетінің Ишғалжылер шер мемориетінің yol başçısı muavini вазифесінде çalışайды. Гафаров миллетлер ара мұнасебеті ве тижарет сағаларында реберлік етеді. Вазифеден кеткен себеплеріні açıkламай. Ишғалжылерінен ішбірлік еткені үшін Меджлис Тейфух Гафаровның тимсалжы органда олған азалығына тоқтатқан еді.
Қырым ве Донбасс Украина еркенына 2020 сенесіне қадар қайтарылмақ керек. Хакимиет ишғал олынған территориялар қайтарылу стратегиясыны ішлеп шығарған. Бұл ақтан әзірлер шурасының топлашуында кележек 3 жылға іш планы тақдим еткен Хакимиет юлбашчысы Владимир Гройсман сеслендірді. Донбасс и Крым. Донбасс ве Қырым бошатылып ичтимаи ве информацион жеттен реинтеграция yapılmak керек. Таздықланған стратегиямыз енді бар. О кележек 3 жыл девамында бечерілежек планға кірсетілді. І вона закладена саме в цей план дій, який ми будемо виконувати. 1+1 телеканалуына лицензиядан марум өтмеге істегенлеріні білдіре. Юлбашчылығы қайт еткенне көре, бүгін чалышмаға рұқсет берген лицензия күшіні жояжақтыр. Телеве радио яйынлары бойынша Milli Шура оны девам еттірме екен, санки телеканалыны дигер инсанның идарелжігіне бермеге істейкенлер. Бұндан Украина президентінің мемориетіні қабатлайлар. 1+1 телеканалының сайыбы кеченлері милетлештірілген Приватбанкның юлбашчысы Игорь Коломойскийдір. Телеканал юлбашчылығы президент Хакимиет ве парламент юлбашчыларына телеканал лицензиядан марум етілмемесі үшін мұражат язғанлар. Қырымға боран келе МЧС февқоледе вазиет илан етті. Ярмадада яңы елға суық келе. Бүгін ве ярын авария реті sıfırдан ашағы 12 дәрежеге қадар түсежектір. Қар олмасы бекленілі базы ерлерде боран. Ел саниеде 22 метрге қадар есежегі тахмин етілі. Yollarda есе бұзлауық олacak. Böyle hava yanvarının 4'üne kadar hukum sürecektir. Fevqolade Nazirligi sakinlerini bu kunleri muqayt olmağa çağıra. Bu saatқа olған соңки хаберіміз еді епіңізге қайырлы күнлер тілейім, дайыма атайрылы олыңыз.